Саламатсыздар ма? Мен Төлегенова Зарина Ашимовна Тараз теміржол колледж және коммуникация колледжінде математика пәнінің оқытушысы қызметін атқарамын. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз логарифмдік теңдеулер. Ең алдымен біз тақырыпқа анықтама беріп өтсек. Айнымалысы логарифм белгісінің ішінде болатын теңдеуді логарифмдік теңдеу деп атаймыз. Ал бізде қарапайым логарифмдік теңдеудің жалпы түрі мына түрінде жазылады екен. Логарифм а негізгі x тең b-ға. Мұндағы а мен б берілген сандар, ал x бізде тәуелсіз шама болып табылады екен. Егер а үлкен 0-ден және а 1-ге тең емес болатын болса, онда берілген теңдеудің бір ғана түбірі болады екен. Ол бізде а-ның b дәрежесі тең x түрінде жазылады екен. Ал енді осыған біз мысал келтіре кететін мысал. Бірінші мысал. Логарифм x негізді. Логарифмнің таңбасының ішінде x куб азайтылған 5x қосылған 10 тең 3-ке. Осы теңдеуді шешейік. Ең алдымен біз логарифм таңбасының ішіндегі өрнекті жазып аламыз. X куб азайтылған 5x қосылған 10. Ал мына 3-ті біз логарифм негізінің дәрежесі ретінде жазады екенбіз. Енді теңдеуді қараймыз. Теңдеудің екі жағында x-ның 3 дәрежесі бар. Демек, бұл бізде қысқарып кетеді. Егер де таңбалары бірдей болған жағдайда ғана. Бізде таңбалары бірдей. Келесінде бізде минус 5x қосылған 10 деген тең 0 деген теңдеу қалды. Бұл теңдеу бізде қарапайым және де сызықтық теңдеу деп аталады. Бұдан біз x-ті табамыз. X-іміз 2-ге тең. Осы 2 деген x-іміздің жауабы берілген теңдеуді қанағаттандыра ма, соны тексереміз. Яғни, берілген теңдеудегі x-ің орнына осы табылған 2-ні қойып шығатымыз. Логарифм 2 негізі 2-ның кубы азайтылған 5 көбейтілген 2 қосылған 10 тең. Логарифм ішіндегі жақшаның ішіндегі өрнекті есептейміз. 5 пен 2-ның көбейтіндісі 10-ға тең, минус 10 мен плюс 10 0-ге тең болады. Яғни бізде қалғаны логарифм 2 негізді 2-ның кубы. 2-ның кубы бізде 8-ге тең. Ол бізде 3-ге тең болады. Яғни бізде x тең 2 деген жауап берілген теңдеуді шешімі қанағаттандырды. Яғни теңдеудің жауабы бізде 2-ге тең болады екен. Ал келесі бізде екінші мысал. Бұл жақта бізде теңдіктің екі жағында да ондық логарифм жазылған. Егер де осындай теңдеу келетін болса, онда біз екі жақтағы логарифмдердің қысқартып, ары қарай өрнектің өзі ғана жазып шығара береді екенбіз. Бір жағдайды қарастырамыз. Егер де екі жағында да логарифмнің негізі бірдей болатын болса, сонда ғана қысқарта аламыз. Ал енді әрі қарай шығарады екенбіз. Яғни, берілген бізде теңдеудің барлығын бір жаққа қарай жинақтаймыз. Яғни, 2-ның x-ің квадраты қосылған 2x азайтылған 8, 6x азайтылған 3-ті теңдіктің сол жағына ауыстырамыз. Яғни, таңбалар ауысып өтеді. 6x-тікі минус 6x болып кетеді, минус 3 бізде плюс 3 болып өтеді. Тең 0. Ал енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. X квадрат 2x пен 6x таңбаларына қарай азайтылады. Минус үлкеннің таңбасы болады. 4x қалады. 8-ден 3-ті азайтамыз. Минус 5 қалады. Тең 0. Бізде квадрат теңдеу шықты. Яғни квадрат теңдеуді біз дискриминант арқылы шығарады екенбіз. Дискриминанттың формуласы бізде b квадрат минус 4ac-ға тең. Яғни орындарына қойып шығарамыз. b-ның орнында бізде минус 4 тұр. Минус 4-дің квадраты бізде 16-ға тең. Азайтылған формула бойынша 4 көбейтілген минус 5. Яғни бізде 16 мен минус пен минус қосу болады. 4 пен 5-дің көбейтіндісі 20-ға тең. 16 мен 20-ның қосындысы бізде 36-ға тең. Дискриминант 0-ден үлкен, яғни теңдеудің екі түбірі бар деген сөз. Түбірлерін табамыз. x1 мен x2-ні.
формуласы бізде минус v плюс минус түбір астында дискіннан бөлінген 2а. Минус v дейді. Бізде v-мыз минус 4-ке тең, яғни минус бен v-ның алдына минус плюске айналады. Яғни 4 плюс минус дискриминантымыз бізде 36, 36-ны түбірден шығарсақ 6-ға тең болады. Бөлінген 2а-мыз бізге 1-ге тең. Бірінші түбірі қоссақ, 4 пен 6-ны қоссақ 10, 10-ды 2-ге бөлеміз, 5-ге тең. Екінші түбірі 4-тен 6-ны азайтамыз, минус 2, минус 2-ні 2-ге бөлсек, минус 1-ге тең. Ал енді біз теңдеуге x-ның орнына қойып шығамыз. Минус 1-ді қойсақ, бізде теңдеу қанағаттандырмайды, яғни минусқа тең болып қалады. Ал бізде плюс 5-ді қоятын болса, теңдеу оң таңбаны алады екен, да? Жауабы бізде 5-ке тең болады екен. Келесі мысал бізде квадратты логарифмді теңдеу болып табылады. Ол кезде, егер логарифмнің негіздері бірдей болса, онда біз логарифмге жаңа айнымалы енгіземіз. Бізде логарифм 2 негізі x болып тұр. Сонымен y жаңа айнымалы енгіземіз. Ал енді берілген теңдеудегі логарифм 2 негізі x-ның орнына y-терді қойып шығам. Яғни менде y квадрат азайтылған y азайтылған 2 тең 0 деген квадрат теңдеу шығады, қарапайым. Бұны шығару үшін біз дискриминантты қолданамыз. Яғни дискриминантымыз 1 азайтылған 4 көбейтілген минус 2-ге. Яғни 1 минус таңба мен минус таңба оң таңбаны береді. 4 пен 2-ні көбейтіндісі 8. Дискриминантымыз бізге 9-ға тең болды. Ал енді біз түбірлерін табайық теңдеудің. 1 плюс минус 9-ды түбірден шығарсақ 3-ке тең болады, бөлінген 2-ге. Бірінші түбірі бізде қосамыз 3 пен 1-ді 4, 4-тен 2-ге бөлсек 2 қалады. Келесі азайтамыз 1-ден 3-ті азайтсақ минус 2-ге тең қалады, минус 2-ні 2-ге бөлсек минус 1-ге тең болады. Ал енді біз түбірлерін тауып алдық, енді осыны жаңа айнымалы енгізгеннің орнына қойып шығамыз. Яғни логарифм 2 негізді x тең, бірінші түбірі бізде 2-ге тең. Яғни x бірінші түбіріміз 2-нің 2 дәрежесі бізде 4-ке тең. Демек, x біріміз 4-ке тең болады. Ал енді екінші түбірін табамыз. Логарифм 2 негізді x тең болады минус 1-ге. Яғни x-іміз бізде қанша тең болады? 2-нің минус 1 дәрежесі бізде 2-ден 1-ге тең болады екен. Яғни бізде осы 2 түбір берілген теңдеудің жауабы болып табылады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар.